жасаймыз. Бәріне сәлем достар, әдеттегідей сіздермен Қосман ұстаз. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме, өз басыңның қамын ғана жеберме. Мал мен жаның бір тамырдан, қан мен жаның бір тамырдан жаралған, бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Түсініп тұрғандарыңыздай, бүгінгі тақырып Марат Қабанбай бауыр әңгімесі. 5-ші сыныптың тақырыбы десек те өте бір қызықты, бәрімізге бір алатын пайдасы мол шығарма деп сен түрде айта аламын. Ендеше бір авторды шолып өтсек, Марат Қабанбай өзі 1948 жылдың 22 наурызында Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қараөңгір ауылында туған. Балалар жазушысы, публицист. Шығармалардың көбі балалар мен жасөспірімдерге арналған. Олардың негізгі тақырыбы заман келбеті, жастардың тіршілігі, балалардың мінез-құлқы мен өмірге деген көзқарастары. Марат Қабанбайдың бақ-бақ басы толған күн, арыстан мен виолончель және қасапхана, жиһанкез титі, пысық болдым мінекей, қала мен қыз бала, қазақ қайда барасың, сурет салғым келмейді атты хикаяттар мен әңгімелер топтамалары, кермек дәм, айшылық, алыс жол романдар жарық көрді. Шығармалар орыс, украин, молдаван, латыш, неміс тілдеріне аударылған. Енді әңгімеге келсек, әңгімеден үзінді бауыр. Кішігірім өтіп жатқанда мен жазып отырамын. Кеттігенше манап директор деген алтын жазулы кабинетті тез тауып алды. Бірінші бірден бір қандай түс таңдалсақ, жасыл. Директор деген жазуды тауып алды. Манап бізде кім екен, қазір білетін боламыз. Рұқсат сұрап сыпайы кірген, мұны басынан аяғына дейін шапшаң шолып шыққан жасамыс ақ сары әйел орнынан тұрып, ақ сары әйел кім екен бізде қазір табамыз. Ақ сары әйел орнынан тұрып, нақ алдындағы орындықты нұсқады. Бұл кабинеттің табалдырығын аттаған жан ең әуелі ашық қабақ пен жылы сөздің аңсап келетін жақсы біле ме? Директор саулығын, жол машақатын тәптіштеп сұрады. Жә, оның бәрін бүгін ертең көзбен көріп қолмен ұстай жатарсыз. Жатақхана есебінен бөлінген шағын да болса жайлы қонақжай бөлмелер бар. Ініңізді қасыңызға алып жатыңызда шер тарқатып емен-еркін әңгімелесіңіз. Ағалық ақылыңызды аямаңыз. Болашақ философпын дедіңіз, онда бір сынап көріңіз. Яғни кім күтіп алып отыр? Директор. Ненің директор екен? Қазір білетін боламыз. Тығыз қара шашы, ұсақ бұйра, қол-аяғы таралып қалған, кең иықты болмаса да ешкіммен қарызға жауырын сұрай қоймайтын кішірек көзді ақ сұр бала, дұрысы бозбала сыртқа серпіндей басып шыға келгенде манап орнынан ұшып тұрды. Бұл бізде кімнің бейнесі екен? Тығыз қара шашы, ұсақ бұйра, қол-аяғы таралып қалған, кешіңіздер жазуым үшін, кең иықты болмаса да ешкімнен қарызға жауырын сұрай қоймайтын кішірек көзді ақ сұр бала, дұрысы бозбала. Манап орнынан ұшып тұрды. Соның нақ өзі. Төрегелді тұяғының сынығы. Төрегелді. Тұяғының сынығы. Қол созып мына баланың қай жерін ұстаңыз. Әкесі Сымбаттың өзімен бірге жер астына ала кеткен шын белгілері. Әкесі Сымбат өзімен бірге жер астына ала кеткен шын белгілері. Жайшылықта қой аузынан шөп алмайтын жуас момын, ал жиын тойда шетінен түйе палуан атанған, додаға түссе көкпардан көкпарды қақшып қоймайтын Төрегелдиевтер тұқымы дейді. Мінекей Төрегелдиевтердің тұқымының бұл жерде сипаты. Сипаттау бұл жерде жаттап алыңыздар. Осы жерге дейін. Кешегі қанды соғыста Сымбаттан өзгесі баудай түсіп,
Манап пен мына қарақұлақ Қали баладан басқа тігерге тұяқ қылмаған төрегелдер үйірінің кенже құлыншағы. Яғни бізде Манап пен Қали ағайындылар. Қали бізде Төрегелдиевтер әулетінің кенже құлыншағы. Адамның кенет не дұрысқа не бұрысқа көнбейтін өлі ара сәт қой. Екі қолын қайда қоярын білмей абыржып қалмасы бар ма? Ақыры арқасына айқастырып салды да бұтағын шауып сыпырып алған сырғауылдай сидия қалды. Бозбала Манапқа самарқау бейжай көз салды да аға тәрбиешіге бұрылды. Яғни бұл жерде нені айтып тұр? Бала ағасын көргенде сәл сасқалақтап, қайда қарарын білмей абыржып қалғаны бар. Елжавета Сергеевна, терді жаңа ғана өгіп тырыс-бырысты жаза бастағаным сол еді. Басқа қолайлы уақыт табылмады ма? Деді қалыптасып қалған қоңыр үнмен. Елжавета Сергеевна, бізде кім екен? Басқа қолайлы уақыт табылмады ма дейді. Жаңа ғана терімді басып шыққан жоқпын ба? Алақанына қыстыра шыққан тарағын дымқыл шашына көміп жіберіп артқа қарай көтеріп тастады. Маңдайына көлкітіп жіберсе ғой, тым жарасып кетер еді. Ересек адам шартқа қайырғанын қараш тезер жете алмай, 15 жасың тар қауызына сыя алмай қыстығып жүрген қарағым-ай. 15 жастағы бала екен. Манаптың ішінде оттай ыстық бірдеңе шыжылдамай да көңірсімей де жайыла беріп барады. Сөзіңе болайын, Гали, жаттығуағыңнан қымбат болып па? Алыстағың жыл 12 айда бір рет келеді. Жаттығу қайда қашады? Ертең-ақ сүмек боп терлеп кеткен ақыңды артығымен қайтарып аласың, деді жымиған қалып мысқыл бұзбаған Елжавета Сергеевна. Яғни ағасы жылына бір рет, яғни өте сирек інісіне келеді екен. Інісін қалдырып кеткен болатын. Гали деп атайды Елжавета Сергеевна. Орыс бір несі акценті дейміз ғой. Сол акцентпен ғ деген әріпті айтылмағаннан Гали деп айтады екен. Алыстағы ағаң дегенде Қали бетін бермен бұрды. Бұл жолы сер салып қарады. Бағзы жылдарда біреуді біреу біліп болмайтын қан базардың қақ ортасында кездейсоқ ұшырасып қалған көлденең көк аттыны қазір түстеп тани алмай тұрғанда жүзінде толқу бар. Яғни алыстағы ағаң дегенде бірден Қали не істеп бізде абыржып қалған болатын. Яғни бұл жерде сөзіңе болайын, Гали дегені бізде қ әріпін айта алмай Елжавета Сергеевна Гали деп айтаған болатын. Жаттап алыңыздар. Алыстағы ағаң дегенде Қали бетін бермен бұрды. Бұл жолы зер салып қарады. Бағзы жылдарда біреуді біреу біліп болмайтын қан базардың қақ ортасында кездейсоқ ұшырасып қалған көлденең көк аттыны қазір түстеп тани алмай тұрғандай жүзінде толқу бар. Алыстағы ағаң дегенде естіген Қали бірден абыржып қалған. Баяғыда бүйірі түскен қара чемоданын арқалап астана оқу іздеп аттанғанда Манапты ешкім шығарып салмаған. Оқуына түсіп қуанышы қойнына сыймай қайтқанда жан адам қарсы сол себепті ме Манабың мұндайсын сәтте қайту керектігін білмейді екен. Құшағын жайып жіберіп, ой бауырымдап ентеле жүгірдің орнына қаққан қазақтай қытайып тұра берді. Яғни бауырлар, біз ойлаймыз ғой, бауырлар бір-бірін ұзақ уақыттан кейін көріскеннен кейін бірден құшақтасып сағынышыңды басып жүгіреді ме деп, бірақ Манапта ондай, былайша айтқанда, функция жоқ. Себебі ол ондайды көрмеген, екеуі де бір-біріне қарап сасқалақтап қалатын. Ол кезде өзін-өзі қамшылап үлгерген Манап та қорғасын аяғын әрең алып қарсы жүрген. Бой жағынан қарайлас бозбала төніп қалғанда, бар екенсің бауырым деп алға созған екі қолын айқара ашып құшақ айналдыра беріп еді. Қали, здравствуйте, дяденька, как живете демесі бар ма? Созған қол сынғандай сылқ ете түсті. Здравствуйте, дяденька, как живете деп ағасына айтты Қали. Жер шетінде жатқан балалар үйіндегілердің орысша оқып, орысша сөйлейтін неге білмесін. Білу бар да көзбен көріп қолмен ұстап бөлек екен. Соңғысы алдыңғыдан 10 есе ауыр ма деді.
Сырт көзге манап сабырлы, салмақты көрінгенімен жетім өскен адамның мінезі бұған да жұққан. Отбасысы жетім, ешкімге сыр бермесе де іштей қиналып іштей желінетін аға тәрбиешіні дер кезінде есіне түсірді де бойын жинады. Қалидың амандасу үшін сол аңда ұсынған қолын ұстай алды да сілкіп өзіне тартып төсіне төс тигізіп маңдайынан иіскеді. Тіп-тік бозбала иілмеді, ағаштан шабылған жансыз мүсінді құшақтағандай болды. Шашынан шыққан арзан қол сабынның иісі кең сірігін жарды. Елжбета Сергеевнадан қысылды ма, Қали бетін алып қашып құшағынан сытылып шыға берді. Елжбета Сергеевна бізде кім? Елжбета Сергеевна аға тәрбиеші, балалар үйіндегі. Жаттап алыңыздар. Аға тәрбиеші. Кеттік. Дану абырой болғанда аға тәрбиеші қызық шыжыққа айнала бастағанын аңғарып қалды. Мен кетейін, іздей қалсаңыз Виктория Ивановнаның қасынан табылам. Виктория Ивановна бізде кім? Көреміз қазір. Қали аяғына сұққан ала таспалы кроссовканың тұмсығымен көлең жатқан қиқым шөпті қуалай түрткілеп бейжай сылбыр тұр. Кел отырайық, деді манап ағаш орындықтың шетін көрсетіп. Отырды. Халің қалай, Қали? Төргелдиевтерге заман шегесінен қараған жалы балалар үйіне өтіп кеткен 4 жасар баладан бұл күнде сойталдай бозбалаға айнала салған Қалиға халің қалай інім деуге аузы бармады. Десе, Қали мұның аға екеніне сенбей қоятындай құлағына ілінбейтіндей жүрексінді. Неше жасында балалар үйіне өткізді екен? Қалиді 4 жасында. Халің қалай деп айта алмады дейді. Спасибо, так себе. Қалидың көзі батып бара жатқан күннің қалың жапырақ арасынан суырылып түскен алып қаш сәулесіне шарпысып отыр. Қайтсын, кімдігі бар болса да өскен ортасы басқа. Адам жаңа қалпақ, егеш қалпақты байқап кет. Жер астынан шыққан желім батырдай жабыса кеткен жаңа ағасын жатсынып отыр ғой. Өзі медеу бал жоқ. Әуелі хат жазып тіл алысып ағайын аға жайын құлағына жайылап сіңіріп алған жөн еді. 20-ның 4-еуіне келген, мен бүйтіп берекем қашып күлім шашылғанда, бесіктен белі шықпай жатып туған жерден шығамдап кеткен бұған не жорық деп ойлады. Қалидың дөңес мұрын, кесек пішіні бетіне езіле елжірей қарап қалыпты. Яғни не? Бірден өйстіп бас салмай, көзге көрінбей басында үйрен түсіп, тым болмаса хат жазу керек бейді деп айтады Қали. Кешіріңіздер, манап. Оқуың қалай биылғы сыныбың? 8-де ме? 8? Я, Қали басынан тигізеді. Жатар орын, киер киім, ішер ас, таршылық көріп жүрген жоқсың ба? Қали осы не деп отыр дегендей бар денесімен бұрытып жігітке тесіле қарады. Орынсыз сұрақ қойғанын кеш білген манаптың бетінен от шықты. Аға болу қиын шаруа екен. Қалиды қайдам, ініге аға болып еміренуден манап қалыпты. Ойлап отырса 11 жыл бұрын Қалиды балалар үйіне тапсырып тұрып, сорасы ағып үнсіз жылағанда ғана аға болыпты. Қазір ол ағалық сезім ұмыт. Сүт пісірім бұрын Қалиды көргенде ғана кеудесіне нұр құйылды. Осымен тобының орнынан оқ ұйылғандай. Өз-өзін әуелі осылайша іштей сөгіп, соң қайрап алды да бірдемен ағыл есіңде ме? Көкем, мен, қалғұты, тау, қалың орман есіңде шығар деп салды. Кроссовканың тұмсығымен тротуарды оңды солды сызбалаған Қали басын немкетті изеді. Сасып қалған манап жөткірінді. Ұмытып қалыпты. Әйтпесе, екі қолын орындық арқалығына созып жіберіп шалқалаған мына қалпын титтей болсын өзгертер еді. Япырау, мынау сол манап па? Бауыры жабысып бірге туған ағам ба? Деп басын көтеріп бетіне көз салмас па? Шын туыс кешірімшіл, қатты ренжісе де інісін жамандыққа қимады деп ақтап алатын дәлел іздеді. Қалидың мінез құлқы өсе келе үстінен көшіп өтіп бара жатса, былқ етпейтін көкесіне тартуы кәдік. Солай-ақ болар. Іске келгенде жаудай тиіп, абырып-жабырып желбіретін, ал сөз дегенде аузына маржан салып, томаға тұйық тымпиып отырып алатын ішіндеген тап қыңыр тұқымай.
Шай қайнатымдай толғанып ойын әбден пісіріп алды да оқыс кимелеп үсті-үстіне төкпектете жөнелді. Өскемендегі балалар үйіне сені олыңғыр күзде апарып тапсырдық, өзге амал да қалмаған деп түсіндіріп тұрғаны ғой енді бауырына. Шешені қылтама қалып кетті. Жерге қарап әкеміз күрт чөккен. Соғыстан контузия алған адамнан не сұрайсың? Десек жаңғыртып бізге өгей де болса ана тауып берер ме десек, қаны қайта көтеріліп ауруханадан шықпауға айналды. Мен мектеп-интернатта оқимын, сонда деймін де қалмайым десе қалмайым деп зар илеп жылағанның күні бүгін көз алдымда. Ұстап жібермеген тәрбиешінің білегін қыршып алдым. Біз де көз жасымызды сығымдап тұрып дорба кәмпит теңдеп 2-3 күннен кейін келеміз, қорықпа алып кетеміз қайтадан деп алдарқаттық. Дәл осылай алдаған болатын інісін. Сен осында бола тұр, 2 күннен кейін қайтып келеміз деп. Енді тағдырдың тәлкегіне ұшыраған ағайындылар, анасы қылтамақтан қайтыс болса, әкесі соғыстан контузия алғаннан ауруханадан шықпаған болатын дейді. Қиналып кеткеннен інісін балалар үйіне тапсырған болатын. Теріс бұрылып тұғжындай берген көкеме көп қарайламай маған қол созып пора жылай берді. Мака, манапқа тілін келмей. Мака дейтінсің кәмпитті, сен әкел, сен алып кет деп. Мака дейтін. Содан итіңдеп алға жеткенше біреуді жерлеп келе жатқандай. Тіс жарғамыз жоқ. Бір апта бойы басыма жастанған көпейкем таңертең дымқыл тартып жүрді. Тәтемнен айырылғасын сені көкем бақты. Жазғы демалысқа келгенде жаялығымды өзім жуып жүрдім. Мені өлердей жақсы көретінсің. Бір бидайды бөліп жедік. Қайда барсам сонда томпаңдап, ізімнен екі елі қалмаушы ең. Манап көзімен тротуар сүзіп отырып қалды. Қара жер қойнына өзіммен бірге ала кетермін-ау деп талай жыл тұмшалап сақтаған сырының тегін ағытса да, аяғына шыққанша асық болды. Туған ініммен құрғақ құрайды қырт жегендей сөйлесермін деп ойламап еді. Қалише, төмен салған кірпігі көзін көлегейлепті. Не ойлап отырған белгісіз, қолдарын айқастырып салған күй бауырына тығып ішіп ауырғандай еңкейіп отыр. Манап демін жұтып ақырын күрсінді. Еңкейіп жерде тігінен тұрған дипломатын іліп алды да алдына өңгеріп салып аузын сырт ашты. Жаздық жеңіл костюмнің қаттауын жазып бірер сілкіді де орындық үстіне жалпағынан салды. Саусағының ұшымен қалиға сырғытты. Биыл құрылыс отрядына барып ем, табыс тәуір болды. 46-шы, дәл шығар. Кей бөлшек көрсеңші деуге таңдайына жабысқан тұтқыр тілі күрмеуге келмеді. 46-шы размер бізде білесіздер. Қазақ әдебиетіндегі деген жазушылар, ақындар киген размер, өлшем. Кей бөлшек көрсеңші дейді. Қали костюмге көз қиығын немқұрайлы тастады да миығынан күлімсіреді. Сол мезет үстіңгі ерінің сол жақ құйрығы дір етіп шапши қалды. Манаптың қолқасы суырылып кеткендей болды. Жан дүниесі әлем тапырық. Жасаурай қалған жанарын Қалидан аударып күн сәулесіне шағылысқан терезелер жапырақтардың арасына жылт-жылт сығалап тұрған оқу корпусын бағыты. Аумай тартпағы тура көкесі. Әкесі күлмей ғұмыры кешті. Қиратқанда күлімсірейтін. Сонда ерінің сол жақ құйрығы өсіп жоғары шапшып қалып еді. Киім жағы бар. Жыл сайын жаңалап тұрады. 48 болмаса да 46 маған тар дейді. Жайбарақат үн құлағына жеткенде желіп келе жатып, жарқабақ шетіне ойқастап шыға келген аттай желкесі тартып иегі көтеріле беріп кегжеде де қалды. Айдан айға хабар ошарсыз, іссіз кеткен әрең табылған інісі осы Қали ма дегенді сағызша созып бөліп ойлады. Сыдыртып самал соғып еді, жасыл жапырақтардан 2-3 сары ала теңге саудырап түссе де біреу қалбалақтап кеп Қалиға тар костюмнің өңіріне сырғи қонды. Жалқы жапырақтан көзін алмай, бұрнағы жылы көктемнің басына тас жинап қорған көтердім. Саман кірпішін өз қолыммен құйдым. Көрші ауданнан 2 атадан қосылатын туыстар табылған, олар да аянбады. Сәл бөгеліп сөзін жалғады. Бүгінде елдің жағдайы жақсы, тамақ тоқ, көйлек көк.
Жоқ жітік жылда еленбей кеткен бала жетім ағатайым тағы да жүдеп шыдап келіп қалды ма деп ойламасын деген сыңайда ұзын есеппен айтты мұны. Алыстан орағытып, жетім болсақ та құйрық жалсыз емеспіз, қала берді ел жер бар, есіңді жи қамықпа дегенге сайған сиқы. Яғни қазіргі тұрып жатқан жағдайын, жұмысын барлығын манап Қалиға жетім болсақ та жағдайымыз шүкір бар дегенге саяды. Қали еңсесін салып бері бұрылды. Өңінде таңданыс па, қобалжу ма, қалай айтса да өзгеріс сайрап жатыр. Кішкене көзі жалтырай қалыпты. Тізе бүккелі алғаш рет Манаптың аузына қарады. Ағасы да іштей Қалиға қарай ылжыл жетсіз бозбала тас жинау о немене дегенде жылып кеткен жерінде оңмай отырды да қалды. Алақаны костюм матасынан ұстап мыжғылай берді. Не деп кетті мына бала? Басы мыңғы-дыңғы іле қасыңда інің отыр, көзіңді ашып қара інім деп түрткілеген есек дәме көңіл тағы жібіді. Кіндік кесіп кір жуған жерден алыста өскен саяқ бала өз халқының әдет ғұрып салт-санасын білмесе жазықты ма? Өлсе Манаптың әкесі өлді. Ал бүгінге дейін Қали әке-шешем жоқ, иесі сұраусыз жетіммін деп келді. Жетім қозы тас бауыр бала қайтыс болған адамның басына қазақтардың тас жиып зират көтеретінін аспаннан оқып біле ме? Жетім қозы тас бауыр дегенді жазып алсақ болады. Бала қайтыс болған адамның басына қазақтардың тас жиып зират көтеретінін білмейді бала. Сол жайлы айтып жатыр. Көрсе қалан темір шарбақты кірез, жұлдызша тас мүсінді қалдың моласын көріп жүр. Онда да көрсе. Қалай десем, қазақтар дүние салған адамға қарада жыл өткізбей басына зират көтереді. Бір жағы қабірді ит құс тұяқты мал таптап обал болмасын десе, екіншіден орныңды жоқтатпайтын, түгініңді сөндірмейтін аяулы адамдарың бар. Ісің өшкен жоқ, топырағың торқа болсын деген ыңғайда өлген адамға көрсетілген ізет. Қолы жеткені қызыл қыштан күмбез көтереді, қалғандары таудың тасын сандықтап қалап, саман кірпіштен қорғанып орнатады. Әне бұл жерде түсіндіру інісіне зират дегенне үшін керек дегенді қол қойғандай болмай. Төмен қарап ойланып қалды. Я сол тасты қалап біткенше таңның атысы, күннің батысы арпалысып шықты. Қорған қалқайып, тақыл тұрғанда ғана әке алдындағы соңғы парыздан құтылып, деді. Ізілім-ау жетімдігін тасасына қоса бастырып, көміп жарық дүниеге қайтып шықпасай қорғанмен қоршап екі ағайын керейден қалған. Көзінің құйрығын Қалиды бақса, бейжай салғырт, самырқау, қалың ой Манапты әдейі меңдетіп тұралатып тастады. Боксынан бөтен ермек бар ма өзі? Деген ойына ілесе, басқа немен айналысасың, Қали, деді. Інім деген жалғыз да жылы сөз аузына да тағы түспеді. Қалидың қабағы жазылып жадырап жүре берді. Орындықтың кеулеген ағашына алақан тіреп көтеріліп қойды. Әр сөз қуанғыш ел. Табиғат жақсы көрем. Әсіресе жануар, жәндіктерді. Біздегі тір табиғат мүйісі менің қарауымда. Жылан, бақа, шаян, қоңыз, құс бәрі табылады. Түгел өзіміз бағып қаламыз. Үйірмеге 30-ға жуық оқушылар мүше. Түсінген адам кешіре де біледі. Басын салбыратып отырып, болашақта кім боласың дей салды ерінді ұшымен. Қали іркілмеді. Ұшқыш, әскери ұшқыш болам, балалар үйінен түлеген ұшқыш ағалар баршылық. Ұшқыш боламын дейді. Манап мырс етті. Аға деген сөз көп күтіріп бар аузынан ақыр соңында шықты. Өз оймен өз әуре. Қали оны елемеді. Үнеу күні соның бір келіп кетті. Клубта кездесу өткіздік. Сидоров Александр Павлович, ордені бар, полковник. Полковник.
Соғыста қаза тапқан әкесі ұшқыш болып, екінші күні жатпай тұрмай аңдып жүріп, жатақхананың шыға берісінен ұстай алдым да жеке сөйлесім. Әскери ұшқыш боламын десең, денсаулығың осы бастан мықта, спортыңды тастама деді. Қазір Саша ағаймен хат жазысып тұрамыз. Сондай бір жан жайсаң жақсы аға. Қали қысыңқырап қалған көзін қарсы алдындағы биік теректің ұшар басына тігіп отыр. Көк зеңгірдің төсін тіліп аспанда ұшып жүрген өзін ойша елестеткенде ме қалай? Пысық бала ғой, бойын тез жинап алды. Манаптың жиырылған жеңінен сойды шығып тұрған білегіне атылды. Уақытыңыз қанша? 5:35. Қали атып тұрды. Отырып қалыппын. Уақыттан ұтылсам, жарыстан ұтылған 5:30-да жаттығу бітеді. Тым болмаса қалағанына қатысайын. Жаз бойы салмақ қосып бұлшық етім босап қалыпты. Қош бол дей берді де тілін тістеді. Сіз қонасыз ба? Манап төмен қараған күйі. Жоқ, кетемін. Кешкі 6-да пойыз бар деді. Сапарыңыз сәтті болсын. Серпіндей басып спорт залына қарай жөнеле берді. Орындық үстінде 46-шы костюммен көлбеп жатыр. Бері кел, Қали, бұрылды жағымды. Кешіріңіз, маған сыймады. Артық емес. Қатар жатқан Эльдар Ғиззатуллинге құйып қойғандай екен. Яғни досына Эльдар Ғиззатуллинге алып кетейін деді. Бірге оқимыз, бойы тәштік. Соған сіздің атыңыздан сыйлайын. Ренжімесе түк ренжімеймін, рахмет. Костюмді қолтығына қысып, жаңағы құқық жолына түсіш хат жазамын. Келер жылы жазда келетін шығармын деді Манап өзінше. Естіді ме? Қали кете барды. Баспалдыққа екі ағырқып шығып кілт бұрылды да қолын бұлғады. Күлімсіреп еді. Үстіңгі ерінің сол жақ құйрығы шапши қалды. Орындық қасында тұрған Манаптың тұла бойы дір етті. Көзін мұнар алды. Алға қарай ембендеп жөней берген есіңде қалқам-ай, қанатым-ай деген сыбыр құлағына көшіп жүр. Есік сарт жабылғанда барып есін жиды. Биік баспалдақ бос екен. Тағы бір байқайтынымыз, байқадық, иә? Мақсаты ода бокстан чемпион болу. Арманы бар. Ұшқыш болу. Сонымен ағасы Қалиді алып кетуге дәті бармады. Күші жетпеді, былайша айтқанда. Рахмет, сіздермен бірге болған Қосман ағаларыңыз. Келесі кездескенше.